Исламофобия бұл 20 ғасырдың аяғы, 21 ғасырдың басында өте үлкен белең алды деп айтуға болады. Жалпы алған кезде діннің ішінде фобия жоқ. Яғни ислам бұл терроризм, экстремизм емес екенін бүкіл әлемдік дәстүрлердің лидерлері, сосын әлемдік деңгейдегі саясаткерлер айтып отыр. Фобия дегеннің өзіне, фобия деген үрей тудыру деген сөз ғой. Ал енді исламофобия исламнан үрей тудыру, яғни исламнан қашыру. Осы тұрғыдан алған кезде кейбір жамағаттар, ағымдар, радикалды топтардың өзі дінге қорқыныш үйретіп жатқан сияқты. Қазіргі радикалды ағымдардың күшеюі, әртүрлі әрекеттерге баруы, тіпті мынау қазіргі Даишты айтайық, Сириядағы, болмаша қазіргі талибандарды айтайық, мысалы Ауғанстандағы, басқа да көптеген радикалды топтарды айтайық, мұсылман халқының исламнан алшақтауы, ол кімге тиімді? Әрине басқа дін өкілдеріне, болмаса мүдделі топтарға, болмаса жаңағы исламды өзінің басты дұшпаны ретінде қарайтын кейбір ұйымдарға бұл тиімді болуы мүмкін. Әлем қазір бір ауыл деңгейіне көтерілгендіктен әлемде әртүрлі саясат жүріп жатыр. Әртүрлі мемлекетаралық қатынастар бар, әртүрлі террористік топтар бар. Әлем бойынша 500-ге жуық террористік радикалды топтар болатын болса, соның біразы исламның атынан әрекет жасап жатыр. Бұл да әрине өз кезегінде исламофобияға үлес қосып жатыр деп айтуға негіз бар. Мұсылмандардың өзі бұдан қорқа қоймайды, бірақ мұсылманшылықты білмейтін, мұсылманшылықтың сыртынан қарайтын, болмаса енді өзі мұсылман деп санағанмен мұсылманшылықтың негіз қағидаларын біле қоймайтын адамдар қорқуы мүмкін. Діннің ішінде фобия деген нәрсе жоқ, өйткені ол егер фобия болатын болса, онда ол дінді не үшін уағыздайды? Діннен қорқыту деген нәрсе жоқ. Керісінше пайғамбардың хадисінде келтіріледі, қорқытпаңдар, сүйіншілеңдер, ауырлатпаңдар, жеңілдетіңдер деген. Яғни үрейлі қылып көрсетуге тыйым салынады исламның ішінде.